Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Ораза ұстаушы мұсылман адамға тісін жұлдыруға болады ма? Әрине тісін жұлдыруға, емдетуге, сол сияқты тазалатуға болады, егер оған біріншіден мұқтаждық болса. Ең абзалы оразаға дейін тісін емдетіп жұлдырса абзалырақ, сол сияқты оразадан кейін. Бірақ енді әртүрлі жағдайға байланысты кейде оразада жұлдыру керек болады, немесе емдету керек болады. Біз бұл жерде бұл емдету, жұлдыру оразаны бұзады деп айтпаймыз. Оразаны бұзбайды иншалла. Бірақ бұл жерде мұқият қадағалайтын мәселелер бар. Мұқият болу керек. Бұл жерде біріншіден не? Біріншіден тісті жұлған кездегі қан тамақтан асып кетпеу керек. Сол сияқты ішке кетіп қалмау керек. Сол сияқты дәрігердің ауызы тазалаған кезде сумен, жаңағы өзінің арнайы сұйықтықпен тазалаған кезде соның барлығы тамақтан өтіп ішке түсіп кетпеу керек. Осы нәрселерді ұстанған кезде, осыны мұқият қадағалаған кезде тісті емдетуге, жұлдыруға болады. Аллаху алам. Енді келесі сұрақ туындайды. Осы тіс жұлған кезде орысша обезболивающий дейді, яғни жансыздандыратын сұйықтық бар, укол арқылы салдыратын. Сол әсер ете ме оразаға? Ешқандай әсер етпейді, оразаны бұзбайды. Неге? Ол жансыздандыратын сұйықтық ешқандай оның денеге және дене мүшелеріне беретін қуаты және нәрі жоқ. Осы мәселеде осыны түсінген абзал. Және де бұл оразаны бұзбайды. Аллаху алам.